Тыңдаңыз мені өте мұқият. Қазір мен сізге бір нәрсе айтамын. Ертең таңертең оянғанда, үйіңіздегі тәпішкеңізге, үстелдегі кесе шайға мүлде басқа көзбен қарайтын боласыз. Сіз күн сайын қайталайтын сол қарапайым таңғы әдеттеріңіз дәл осы сәтте, үнсіз әрі баяу түрде ағзаңызды инсультке дайындап жатқанын білесіз бе? Көпшілік инсультті найзағай сияқты қабылдайды. Бір сәтте болды да қалды. Бірақ мен 30 жылдан астам уақыт бойы операциялық үстелде жансақтау бөлімінде тұрдым. Ми қалай қартаятынын, тамырлар қалай әлсірейтінін көзбен көрдім. Ең алғашқы ескерту белгілері аурухана төсегінде емес. Олар сіздің жатын бөлмеңізде басталады. Ас үйіңізде, жуынатын бөлмеңізде, көзімізді ашқаннан кейінгі алғашқы бір сағатта. Бұл физиология. 60 жастан кейін ми таңертең ең әлсіз, ең қорғансыз күйде болады. Түн ішінде қан қоюланады. Қан қысымы табиғи түрде көтеріле бастайды. Тамырлар 20 жастағыдай серпінді емес. Олар ескі шланг сияқты қатайған. Ал сіз ойланбай істейтін кейбір таңғы әрекеттер тромбтың миға қарай атылып кету қаупін бірнешесе арттыруы мүмкін. Бүгін біз сол жасырын таңғы триггерлерді талдаймыз. Сиқырлы дәрі туралы айтпаймыз. Қарапайым, бірақ нақты физиологиялық заңдылықтарды айтамыз. Егер сіз өміріңіздің екінші жартысын сергек ақылмен, белсенді күйде өткізгіңіз келсе, соңына дейін тыңдаңыз. Ал бастайық. Бірінші қате, оянған бойда кофе ішу. Мен науқастарымнан жиі сұраймын. Таңертең ең бірінші не ішесіз? Көпшілігі күліп, дәрігер, кофе, онсыз көзім ашылмайды, 40 жыл болды дейді. Тыңдаңыз. 60 жастан асқан адам үшін бұл ең бағаланбайтын қауіптердің бірі. Түнде сіз 6-8 сағат бойы су ішпейсіз. Жас ұлғайған сайын ағза ылғалды ұстап тұру қабілетін жоғалтады. Таңертең адам жеңіл сусыздану күйінде оянады. Бұл жай ғана шөлдеу емес. Бұл қанның қоюлануы. Қою қан баяу ағады. Жүрек оны тамырлар арқылы икеруге көбірек күш жұмсайды. Енді соның үстіне кофе қосыңыз. Кофеин диуретик. Ол ағзадан суды шығарады. Яғни сусыздануды күшейтеді. Сонымен қатар симпатикалық жүйке жүйесін белсендіреді. Қаш немесе күрес режимі. Пульс жиілейді. Қысым көтеріледі. Жас адамға бұл аса қауіпті емес. Бірақ 65-70 жаста тамырлар қатайған кезде бұл қауіпті комбинацияға айналады. Таңғы уақытта қысым табиғи түрде өседі. Бұл таң феномені. Оның үстіне қою қан, оның үстіне кофеин. Нәтижесінде қысымның күрт секіруі нәзік ми тамырын жарып жіберуі мүмкін. Немесе қою қан тромб түзіп, тарылған тамырда тұрып қалады. Сол сәтте ми жасушалары оттегісіз қалады. Мен 80 жастан асқан бір ер адамды емдедім. Таңғы ас кезінде кейде қолы ұйып сөз таба алмай қалатын. Тексергенде бірнеше үнсіз микроинсульт анықталды. Оның жалғыз әдеті оянған бойда бір жытым су ішпей, қою қара кофе ішу. Біз тек бір нәрсені өзгерттік. Алдымен бір стақан жылы су. Кофе жарты сағаттан кейін. Эпизодтар тоқтады. Мен сізге кофеден бас тарт деп тұрған жоқпын. Уақытын өзгертіңіз. Алдымен су. Ми таңертең қамшы емес, ылғал мен тыныштық сұрайды. Екінші қате. Төсектің шетінде ұзақ қозғалыссыз отыру. Көп адам оянып, аяқтарын салбыратып, 10-20 минут отырады. Телефон қарайды, керезеге қарап ойланады. Денені жылтып алайын дейді. Шын мәнінде бұл қан айналымының тоқырауы. Ұйқы кезінде қан айналымы баяулайды. Гравитация әсерінен қан аяқта жиналады. Жасы ұлғайған сайын аяқтағы веналардың клапандары әлсірейді. Егер сіз қозғалыссыз отырсаңыз, қан жоғары көтерілмейді. Жүрек айналымды қалпына келтіруге тырысады, бірақ сіз қозғалыспен көмектеспейсіз. Нәтижесінде миға қан жетуі уақытша азаяды. Қою қан аяқта тұрып қалады, ал ми оттегіге зәру. Одан кейін не болады? Жүрек қысымды көтеріп, компенсация жасайды. Қысым күрт өссе, тамыр жарылуы мүмкін. Ал тоқыраған қанда тромб түзілу қаупі жоғары. Бір сәтте орныңыздан тұрған кезде ол үзіліп, жоғары ұшуы мүмкін.
Шешімі қарапайым. Оянған соң саусақтарыңызды қимылдатыңыз, табандарыңызды айналдырыңыз, иықтарыңызды қозғалысқа келтіріңіз. Бұл балтыр насосын іске қосады. Қан жоғары қарай аға бастайды. Бар болғаны 1-2 минут. Үшінші қате. Жуынатын бөлмеге асығу. Түнде қысым төмендейді. Сіз көлденең күйде боласыз. Кенеттен тік тұру ағза үшін стресс. Жас адамда тамырлар тез бейімдереді, ал егде жаста рефлекстер баяулайды. Орнынан күрт тұрған кезде қан аяққа құйылады. Ми бірнеше секундқа оттегісіз қалады. Бас айналу, теңселу осыдан. Бірақ ең қауіпті сәт дәретханадағы күшену. Бұл Вальсальва маневр деп аталады. Тынысты ұстап, ішкі қысымды арттырасыз. Жүрекке жүктеме өседі. Қысым күрт секіреді. Таңғы әлсіз тамыр үшін бұл шешуші сәт болуы мүмкін. Көп инсульт дәл таңғы уақытта, дәретханада немесе соған барар жолда болады. Бұл кездейсоқтық емес. Ереже қарапайым. Оянған соң 1 минут асықпай отырыңыз. Терең тыныс алыңыз. Жайлап тұрыңыз. Басыңыз айналмаса ғана жүріңіз. Жуынатын бөлмеде тынысыңызды ұстамаңыз. 4-ші қате. Таңғы асты өткізіп жіберу. Қазір аралық ашығу сәнде. Бірақ 60 жастан кейін таңертең тамақ ішпеу жүйке жүйесіне күшті стресс. Түн ішінде глюкоза қоры азаяды. Ми энергия күтеді. Жасы ұлғайған сайын бауыр қантты бұрынғыдай тез босатпайды. Таңғы гипогликемия жиі кездеседі. Бұл міндетті түрде есінен тану емес, бірақ ми аш қалады. Ағза мұны қауіп ретінде қабылдайды. Кортизол, адреналин бөлінеді. Тамырлар тарылып, қысым көтеріледі. Сонымен қатар төмен қант жағдайында тромбоциттер белсендірек болады. Қан ұюға бейім. Қою қан сусыздану, стресс гормондары тромбқа дайын орта. Таңғы ас міндетті түрде мол болу керек емес. Бір қайнатылған жұмыртқа, бір уыс жаңғақ, йогурт, ең бастысы миға ресурс беру. Ал дәрілерді аш қарынға емес, осы жеңіл ас үстінде қабылдау. Біз қазір 4 маңызды қатені қарастырдық. Бірақ бұл жолдың жартысы ғана. Алда ең қауіпті бөлім бар. Таңғы стресс, телефон, жаңалықтар, өлшенбеген қысым және алғашқы сағаттағы толық қозғалыссыздық. Қазір біз ең қауіпті, ең айлакер бөлікке өтеміз. Алдыңғы қателер физикалық, ал енді психологиялық соққы. Ол көзге көрінбейді, бірақ тамырды жарып жіберетін күшке ие. 5-ші қате. Күнді стресспен бастау. Өзіңізге адал жауап беріңіз. Көзімізді ашқан соң ең бірінші не істейсіз? Телефонға қол созасыз ба? Жаңалық қарайсыз ба? Хабарламаларды тексересіз бе? Экран жанады. Бір сәтте сіздің миыңызға ақпарат тасқыны құйылады. Саясат, бағалар, аурулар, жанжалдар, жұмыс хаттары, туыстардың мәселесі. Сіз ойлайсыз, мен тек жағдайды біліп отырмын. Ал сіздің жүйке жүйеміз үшін бұл электр тоғы. Таңғы уақытта ағзада кортизол табиғи түрде көтеріледі. Бұл оянуға көмектесетін гормон. Оның ең жоғарғы деңгейі таңғы 6 мен 9 аралығында болады. Егде жаста бұл шым ұзаққа созылады және деңгейі жоғарырақ. Енді осы табиғи гормондық толқынның үстіне эмоционалды стресс қосыңыз. Қысым онсыз да өсіп жатыр. Қан онсыз да қою. Тамырлар тұрақтануға тырысып жатыр. Сол сәтте қорқыныш, ашу, алаңдаушылық, адреналин бөлінеді. Тамырлар одан әрі тарылып кетеді. Жүрекке жүктеме артады. Мидың кей аймақтарына қан ағымы күрт азаяды. Бұл дәрігерлер мінсіз дауыл деп атайтын жағдай. Мен 70 жастан асқан бір ер адамды бақыладым. Таңертең жамалық көрмейінше өзін сергек сезінбейтін. Бірақ дәл сол сәтте қысымы қауіпті деңгейге секіретін. Біз тек бір өзгеріс жасадық. Жамалықтың орнына 10 минут тыныс жаттығуымен бөлме ішінде баяу жүру. Бірнеше аптадан кейін таңғы бас айналу, көз алдындағы жарқыл жоғалды. Миға буфер керек. Ұйқы мен әрем арасындағы өтпелі аймақ керек. Алғашқы 30 минут тыныштық аймағы. 6-шы қате. Таңғы қысымды өлшемеу. Көп адам айтады. Өзімді жаман сезінсем ғана өлшеймін. Бұл қауіпті стратегия.
60 жастан кейін ең қауіпті қысым секіруі таңғы уақытта болады. Сіз оны сезбеуіңіз мүмкін, бірақ тамыр сезеді. Көп инсульт таңғы 6 мен 11 аралығында болады. Неге? Өйткені дәл осы уақытта таң феномені іске қосылады. Қысым дәрі ішкенге дейін көтеріледі. Егер сіз оянған сәттегі қысымыңызды білмесеңіз, сіз қараңғыда өмір сүріп жүрсіз. 1 минут. Бар болғаны 1 минут. Тонометр төсектің жанында тұрсын. Ояндыңыз, отырдыңыз, өлшедіңіз. 30 минуттан кейін тағы бір рет айырмашылықты көресіз. Кей адамдар кешке 135-те 75 болып жүреді, ал таңертең 180-де 95-ке секіреді. Жылдар бойы байқамай микроинсульттер жинақталады. Кейін ес әлсірейді, тепе-теңдік бұзылады. Сіз өлшемеген нәрсені басқара алмайсыз. 7-ші қате. Алғашқы сағатта толық қозғалыссыз өткізу. Кейбіреулер оянған соң креслода 1 сағат қозғалмай отырады. Күш жинаймын дейді. Физиология керісінше айтады. Таңертең қан қою, веналар босаңсыған. Егер қозғалыс болмаса, қан аяқта тұрып қалады. Тромбоциттер бірге бастайды, ал ми оттегі сұрап жатыр. Жүрек қысымды көтеріп, жоғары айдауға тырысады. Нәтижесінде төменде тоқырау, жоғарыда қысым. Бұл тромб түзілуге ең қолайлы орта. Шешім рекорд емес, шешім ағыс. 2-5 минут бөлме ішінде жүру, қолды айналдыру, балтырды уқалау, терең тыныс. Қарт ағзаға марафон емес, тұрақты қан ағысы керек. Енді ең маңызды бөлік. Білу жарты жол. Ертең не істейтініңіз шешуші фактор. Мен сізге қауіпсіз таң 7 күндік жоспар беремін. 1-ші күн. Су ережесі. Төсек жанында кешке 1 стақан жылы су қойыңыз. Оянған бойда ішіңіз. Кофеге қол тигізбеңіз. 2-ші күн. Төсектегі қозғалыс. Саусақтарды қимылдату. Табанды айналдыру. Жұдырықты түйу жазу. 1 минут. 3-ші күн. Қысым күнделігі. Оянған соң бірден өлшеу. 30 минуттан кейін қайта өлшеу. 4-ші күн. Цифрлық детокс. Алғашқы 30 минут телефонсыз, теледидарсыз. 5-ші күн. Тұрақты таңғы ас. Жұмыртқа, жаңғақ, йогурт. Кез келген шағын, бірақ қоректік тағам. Дәріні соның үстінде қабылдау. 6-ші күн. 60 секунд ережесі. Орныңыздан баяу тұру. 1 минут тыныш отыру. Дәретханада тынысты ұстамау. 7-ші күн. Барлығын біріктіру. Су, қозғалыс, қысым, тыныштық, таңғы ас. 7 күннен кейін өзіңізді бақылаңыз. Бас айқынырақ, қол сенімдірек, тепе-теңдік тұрақтырақ. Тыңдаңыз. Инсульт 1 күнде болмайды. Ол жылдар бойы жиналған ұсақ қателердің нәтижесі. Сиқырлы таблетка жоқ. Бар нәрсе физиология және сіздің таңдауыңыз. 5 минуттық таңғы тәртіп сізге жылдар сыйлауы мүмкін. Ертең таң қалай басталады, оны тек сіз шешесіз. Қазір, осы видео аяқталған соң барып 1 стақан таза су ішіңіз. Өзіңізге уәде беріңіз. Мен таңымды өзім қорғаймын. Біз енді бір командамыз. Жұмыс істейміз. Қазір мен сізбен жай ғана ақпаратпен емес, жауапкершілікпен сөйлесіп отырмын. Біз 7 қатені талдадық. Бірақ ең маңыздысы шешім. Себебі инсульт бір сәттік апат емес. Ол күн сайын қайталанатын ұсақ немқұрайлылықтың нәтижесі. 1 кесе кофе, 1 қаралған жаңалық, 1 өлшенбеген қысым, 1 минуттық асығыс қозғалыс. Жылдар өте келе бұл ұсақ әрекеттер тамыр қабырғасын әлсіретеді. Миға қан жеткізу тұрақсызданады. Ал бір күні ағза енді төтеп бере алмайды. Сізге батырлық керек емес, ақша да керек емес. Сізге тек тәртіп керек. Еске түсірейік. Оянған бойда су. Төсекте 1-2 минут қозғалыс. Баяу тұру. Телефонсыз алғашқы 30 минут. Қысымды өлшеу. Міндетті шағын таңғы ас. Алғашқы сағатта жеңіл қозғалыс. Бар болған осы. Бұл марафон емес, бұл таңғы қорғаныс. Көп адам қартайғанда тыныштық іздейді. Бірақ тыныштық
қозғалыссыздық емес, нағыз тыныштық, тұрақты қауіпсіз қан айналымы, нағыз қамқорлық, өз тамырыңа құрмет. Сіз балаларыңызға жүк болғыңыз келмейді, немерелеріңізбен серуендегіңіз келеді. Есіңіз анық, сөзіңіз нық болғанын қалайсыз. Онда таңды өзгертіңіз. Ертеңнен бастап емес, бүгін шешім қабылдаңыз. Қазір маған іштей мына сөзді айтыңыз. Мен таңымды қорғаймын. Мен өмірді таңдаймын. Егер осы сөзді шынымен сезінсеңіз, сіз жеңдіңіз. Себебі өзгеріс санада басталады. Есіңізде болсын. Сиқырлы таблетка жоқ. Бірақ жылы су бар. Баяу тыныс бар. Қозғалыс бар. Ақыл бар. Және ең бастысы ерік бар. Әр таң бұл жаңа мүмкіндік. Оны қауіпсіз бастаңыз. Келесі кездескенше жұмыс істейміз. Біз бәрін айтып шықтық деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ ең маңыздысы соңғы ой. Инсульт тағдыр емес. Инсульт көбіне сценарий. Сценарий қалай жазылады? Күн сайын, таң сайын, бірдей қателермен. Сіз 30-40 жыл бойы бір тәртіппен оянып келдіңіз. Ағзаңыз бәріне төзіп келді. Бірақ 60 жастан кейін физиология өзгереді. Тамырлар басқа, қан басқа, жүрекке түсетін жүктеме басқа. Ал сіздің әдетіңіз сол күйі қалған. Мәселе жаста емес, мәселе бейімделмеуде. Көп адам былай дейді. Мен осылай өмір бойы істеп келдім. Ештеңе болмады. Иә, болмады. Әзірге. Бірақ микроинсульттер үнсіз өтеді. Олар айқайламайды. Олар жиналады. Бір күні есте сақтау әлсірейді. Кепетеңдік бұзылады. Мінез өзгереді. Адам кәрілік деп ойлайды. Ал шын мәнінде жылдар бойы таңғы қателердің салдары. Сіз қазір екі жолдың алдында тұрсыз. Бірінші жол бәрі бұрынғыша. Екінші жол саналы таң. Саналы таң деген не? Бұл оянған сәтте өз ағзаңызды тыңдау. Бұл асықпау. Бұл суды бірінші орынға қою. Бұл қысымды білу. Бұл миға жанармай беру. Бұл жаңалық емес, тыныштық таңдау. 5 минут. Сіз 5 минутты әлеуметтік желіге бере аласыз. Неге 5 минутты өз миыңызға бермеске? Сіз көп өмір сүрдіңіз, көп еңбек еттіңіз. Енді ең басты инвестиция өз денсаулығыңыз. Есіңізде болсын, тамырды бір күнде құртпайсыз, бірақ бір күнде қорғауды бастай аласыз. Ертең таңертең сіз не істейсіз? Кофеге жүресіз бе? Әлде бір стақан жылы суды ұстайсыз ба? Телефонға үңілесіз бе? Әлде терең тыныс алып, жүрекке уақыт бересіз бе? Сіз шешесіз. Егер бүгінгі әңгімені соңына дейін тыңдасаңыз, демек сізге бәрібір емес. Демек сіз әлі де басқарғыңыз келеді. Бұл ең маңыздысы. Қазір орныңыздан тұрыңыз. Ас үйге барыңыз. Бір стақан таза су ішіңіз. Бұл символ. Бұл жаңа тәртіптің басталуы. Өзімізге үнсіз уәде беріңіз. Мен өзімді қорғаймын. Сонда сіз жай ғана ұзақ өмір сүрмейсіз. Сіз сапалы өмір сүресіз. Келесі кездескенше. Таңдарыңыз қауіпсіз болсын. Жұмыс істейміз, жалғастырамыз. Қазір мен сізге ең шынайы нәрсені айтайын. Адам инсульттен қорықпайды. Адам тәуелді болудан қорқады. Қолдың қозғалмай қалуынан, сөздің шықпай қалуынан, баласының көзіне қарап ойын жеткізе алмаудан. Мен жансақтау бөлімінде жатқан талай мықты ер азаматтарды көрдім. Кеше ғана көлік жүргізіп, немересін мектепке апарып жүрген адамдар. Бір таңғы қателік, бір қысым секірісі, бір тромб. Және бәрі өзгереді. Ең ауыр сөзді білесіз бе? Егер. Егер мен қысымды өлшегенімде, егер асықпағанда, егер кофені кейінге қалдырғанда. Инсульттен кейінгі өмір күрес. Ал алдын алу тәртіп.